Сауда ол бауырлар былай екен ғой. Екі тараптың разылығымен бір дүниені екінші дүниеге ауыстыру. Бірақ дүние деген нәрсе не? Осы нәрсеге тоқталайық. Дүние бауырлар мынау нәрсе емес. Қай нәрсемен ақша табуға мүмкіндік болатын нәрсе, оның барлығы дүние емес, шариғи дүние емес. Түсінесіздер ме? Мысалы, арақ, шараптар, олар дүние емес дейді шариғатта. Оны сатып, одан пайда көруге болмайды. Өйткені ол дүние емес ол. Одан тапқан табыстар барлығы арам болады. Ол дүние емес дегені жоқ секілді ол. Одан кейін сауданың рүкіні қараңыз, екі рүкін бар. Біздің ханафи мазхабы бойынша ижаб о қабул дейді. Ижаб дегені ұсыныс. Одан кейін оны қабылдайды. Енді осының ішіне тағы да шарттары бар. Екі рүкініне айтылмаса да оның ішінде шарттары бар. Оғанда десе, бірінші сатып алған уақытта дүние керек қой, дұрыс па? Сатып алушы бірден сатқан уақытта не сатады? Зат қой. Зат ол шариғатта тыйым салынбаған зат болу керек. Шариғатта не? Сатуға рұқсат етілген зат болу керек, бауырлар. Одан кейін қандай шарттар болу керек? Сатып алушыға да, сатушы да қатысты. Оғандай ақыл есі бүтін, балиғат жасына жеткен кісі болу керек.